Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге құрамы өте арзан заттардан және де өте дәмді қожықтың жасалу барысымен бөлісетін боламын. Бұл қожықтың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Ал ендеше қожығымызды жасап бастаймыз. Бұл қожықты дайындау үшін бізге қажет болады айран, шекер, сұйық май және де ас содасы қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға айранды құямыз. Үстіне ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл көпіршіп реакция жүру керек. Байқасаңыздар, мінекей сода көпіріп, айранымыз ұлғайып жатыр көлемі. Жақсылап араластырамыз. Және де айта кететін, бұл жерде шекеріміз біздің түйіршігі майда болу керек. Толық салған кезде еріп кету керек. Сіздерге тағы да бір өтініш деп айта кетейін. Менің каналыма көпсіңіз тіркелмей қарайды екенсіздер. Лажы болса каналыма тіркелсеңіздер, ұнасап лайк басып, комментарий қалдырып отырсаңыздар, сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сондықтан каналыма тіркеліп алсаңыздар, күнделікті түсіріп отырған рецепті жіберіп алмайтын боласыздар. Мінекей, енді біздің массамыз дайын болды. Осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекер еріп кету керек бізде. Сонда қамырдың арасында ешқандай түйіршік болып жүрмейді. Мінекей бізді уже еріп кетті. Енді ұнды саламыз. Ұнды аз-аз мөлшерден салып отырып, қамыр илейміз. Ұнды салғаннан кейін жарты шай қасық разрыхительді қосып жібереміз осы аралықта. Енді қайтадан ұн қосып, қамыр илейміз. Аздаған қолға жабысыңқыраған қамыр шығу керек бізде. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай аздаған қолға жабысыңқыраған қамыр шығады бізде. Енді осыны 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Сосын жаятын боламыз. Қамырымыз июін қандырды. Әдемі болып. Енді қамырдың астына ұн себеміз. Оқтауды қатты баспай, аздап қана күш салмай қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Қатты күш салуға болмайды. Бір тегіс етіп жайып алу керек. Неке жайып алдым. Енді арнайы осындай кольцолардың көмегімен корждарымызды ойып аламыз. Негізі шеті андай гүлді сияқты форма болса, өте әдемі көрінеді. Менде ондай формам жоқ, сондықтан осы бір формамен ойып жатырмын. Мінекей, қазір енді бұны формаға салып жайғастыратын боламыз. Қалған қамырларды да тура осылай жайып, барлығын осылай кесіп шығамыз.
Мінекей қоржықтарымыздың барлығын формаға жайғастырдық. Енді бетіне ешқандай да жұмыртқа жақпаймыз. Оның орнына осы жаңадегі біз қамыр илеген айранды жағып шығамыз. Бұл сонда да қып-қызыл, әдемі әрі жоп-жұмсақ болып пісіп шығады. Бұны дайын бизнес ретінде пайдалансаңыздар да болады. Осылай мектепке жасап, дүкендерге, мектептерге өткізсеңіздер болады. Менің балаларым азынан кешке шейін оқитын мектепте болады. Мектептерінде ешқандай дүкен жоқ, сондықтан арасында осылай пісіріп өзім беріп жіберемін. Күн ұзаққа жүргендіктен қарындары ашып қалады. Бәрібір сатып алып жегісі келеді. Қанша жерде мектептен тамақ не берсе де, бәрібір дүкеннің затын аңсап тұрады. Сіздер де өздеріңіз үйде осылай дайындап берсеңіздер, өте керемет болар еді. Қызып тұрған 180 градуста 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Негізі әр пештің пісуіне қарай бір пештерде 15 минутта пісуі мүмкін, немесе 10 минутта пісуі мүмкін. Сондықтан барынша мұқияттықпен қарап отырсаңыздар болады. Сонда қоржығымыз жұп-жұмсақ әрі күймей жақсы болып пісіп шығады. Мінекей дайын, пешке сала берсек болады. Мінекей біздің қоржығымыз дайын болды. Өте керемет әрі тез уақытта осындай жоп-жұмсақ, балалар мен үлкен кісілердің тәттісіне айналатын қоржық. Дәмі дейтін ерекше, құрамында ешқандай жұмыртқа да жоқ. Ұзақ мерзімде сақтасаңыздар да болады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.